Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырып судың маңызы. Важность воды. Жаңа сөздер, новые слова напиши в словарь и выучи. Тамшы, капля, қоры, запасы, тіршілік көзі, источник жизни, маңызы, важность, қырау, иней. Бірінші тапсырма, жұмбақты шеш, жұмбақтан суреттерде кездесетін сөздерді тауып, сөз тіркесін құра. Отгадай загадку, найди слова, которые встречаются в картинках, и составь с ними словосочетание. Мен сұйықпын да, мұзбын да, тамшысымен жаңбырдың, оюланған қыраумын, жылымын да, салқынмын, шөлдесең кеуіп кенеген, мейіріңді қандырдым, сыйлаймын мен тазалық, рахат беріп. Ребята, в загадке говорится, я жидкая, я как лед, я могу стать и иней, я могу утолить жажду и дарю чистоту. Как вы думаете, что это такое? Дальше найдите слова по картинкам и составьте словосочетание. Екінші тапсырма, оқы, кестедегі сұрақтарға жауап беретін сөздерді тауып жаз. Прочитай и надо заполнить эту таблицу. Как работаем с таблицей? Каждый столбик отвечает на какие-то вопросы. Например, если первый столбик отвечает на вопрос «кім», мы должны в этом тексте найти все слова, которые отвечают на этот вопрос. Вот, например, «кім ұшқыш», не ұшақ, қайда, сахарада, қашан, соғыс кезінде, не істеді, қызмет істеген. Келесі үшінші тапсырма. Сөйлемдердің әрқайсысына 2 сұрақ қой. Задай каждому предложению по 2 вопроса. Келесі 4-ші тапсырма, мәтінді тыңда, түсініп оқы, жоспар құр. Послушай текст, потом прочитай и составь план. Су қалыпты жағдайларда сутегі мен оттегінің тұрақтылығын сақтайтын қарапайым химиялық қосылыс. Ол қатты сұйық және газ сияқты күйде болатын бірден-бір минерал. Су түссіз, иіссіз, дәмсіз сұйықтық. Су қабаты 5 метрден асқанда көгілдір түсті болып көрінеді. Жер бетінің 77,5% су алып жатыр. Су қорын мұхит, теңіз, көл, жер асты сулары жатады. Су атмосферада бұлт, тұман, бу, жаңбыр түрінде болады. Су буға айналады. Бұдан бұлт пайда болады. Ол жаңбыр, қар, бұршақ болып жерге жауады. Мұздықтар мен айсбергтерде су болып есептеледі. Адам, өсімдік пен жануарлар денесінің бір бөлігі судан тұрады. Сусыз тіршілік жоқ. Бүкіл жан иесі сусыз өмір сүре алмайды. Жер бетіндегі биологиялық өнімдердің 43%, оттегінің 50%-ын мұхит пен теңіздер береді. Жер бетінде ішетін су аз, ол күн сайын азайып барады. Сондықтан суға қамқорлықпен қарау керек. Ол біздің өмірімізде маңызды рөл атқарады. На сегодня мы закончили урок. Спасибо за внимание. Подпишитесь на канал и поставьте лайк. Бүгінге біз осымен аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау бол.